Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгінгі видеомда миксерсіз-ақ тез дайындалатын сметанникті қалай жасау жолын көрсететін боламын. Барлық құрамы төменде көрсетілген. 150 грамм сары майымызды табада немесе микроволновкада жұмсартып аламыз. Ендеше бастайық. Бір жұмыртқаны табағымызға салып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне 100 грамм шекерімізді салып, және араластырамыз. Содан соң осы қоспаға жұмсартылған 150 грамм сары майымызды қосамыз. Қамырымыз жұмсақ болуы үшін 4-5 тамшы уксуспен сөндірілген жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған сұйық консистенциямызға електен өткізілген ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды шығарамыз. Басында шанышқымен, содан соң қол көмегімен араластырып, осылайша қамырымызды дайындап аламыз. Бұл қамырды сәл салқындатып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қойғаныңыз абзал. Ендеше қамырымыз салқындап жатқан кезде салмасын дайындай берейік. 4 жұмыртқамызды жақсылап шанышқымен араластырып, үстіне 100 грамм шекерімізді саламыз. Содан соң 20%-дық 400 грамм қаймағымызды саламыз. Қатты араластырмаған абзал. Жай ғана шанышқының көмегімен біркелкі консистенцияға келтіреміз. Егер де сіз қатты араластыратын болсаңыз, салмасы қатты сұйылып, пісу барысында қоюланбай қалады. Мінекей, финишке де жақындадық. Салқындатылған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз алдымен. Содан соң бір бөлігін түбіне, яғни сметаннигіміздің астына осылай қол көмегімен жайып шығамыз. Қалған жарты бөлігін борттарын жасаймыз, яғни жандарын жасап шығамыз. Содан соң дайын салмамызды салып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35 немесе 45 минутта пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде пирог піскен соң 2 сағат бөлме температурасында пирогты суытып алыңыз. Мінекей, миксерсіз-ақ жасалатын ең оңай дәмді пирогымыз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Баршамызға ас болсын!